Но именно экологичный, счастливый рост қай кезде болады? Когда ты пошел по стопам своих желаний, душевных желаний. Нәпсінің емес, душевный желанияларын. Потому что ол нәрсені бала кезден бастап қалау, ол да Құдайдың қалауы да, түсінсің бе? Неге? Өйткені әр адамға белгілі бір талант, бір функция беріп қойды осы өмірге келген кезде. Вот мына адам мынаны істеу керек деген сияқты ше. И соны бізге сүйікті іс қылып беріп қояды. Біз не істейміз? Біз оған бармаймыз ғой. Начинаем в другую степь идти. Это называется предательство себя. Яғни біз жанымыз қалаған нәрсені, жанымыз нәпсі емес, жанымыз қалаған нәрсеге қарсы шыққан кезде бұл өзін сату болып басталады. А жанның қалауын, жанға сол нәрсені қалататында бұл Құдай. Бұл өте маңызды нәрсе. Бұл жерде прям если вот даже ересек өмірдің өзінде мысалдар бар, когда сен бір қолынан келетін қалайтын нәрсені істемей кетіп қалған кезде побочный эффектісі болады оның.